Жетісу облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері прокуратураның үйлестіруімен Балқаш көлінде заңсыз балық аулап, оны сатумен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті. Топтың құрамында Сарқанд ауданы мен Талдықорған қаласының тұрғындарынан тұратын 30-дан астам адам кірген. Олардың әрбірінің өз рөлі болған. Бұл ұйымдастырушылар, браконьерлер, тасымалдаушылар және сатып алушылар. Шамамен 20 тінту іс-шарасы жүргізіліп, 51 тоннадан астам балық, 38 атыс және травматикалық қару, олардың 15-і тіркелмеген, 450-ден астам оқ-дәрі, ірі көлемдегі қаражат, діни әдебиет, 11 мотор қайығы және ұзындығы 80 метрден 120 метрге дейін жететін 210 балық аулайтын ауық тәркіленді. Келтірілген шығын шамамен 270 миллион теңгеден асады. Жедел тергеу іс-шараларының нәтижелері бойынша қылмыстық топ полицияға жеткізіліп, олардың 4-еуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Адамдар тобының ірі көлемде шығын келтіре отырып, заңсыз балық аулау мен қару сақтау фактілері бойынша тергеуді Жетісу облысы полиция департаментінің тергеу басқармасы жүргізуде.